Бәріңе сәлем. Өте дәмді жуамен қаттама нан пісіретін боламыз. Ол үшін 355 грамм суға 1,5 шай қасық тұзымызды салып, 600 грамм ұнға 1,5 шай қасық дрожжы салып, суымызды құйып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін тындыруға қойып қоямыз. Содан кейін салмасын дайындайтын боламыз. Ішіне салатын пиязын. Бір дәу жуамызды аршып, екіге бөліп, тура видеодағындай турайсыздар. Турап жұмсарғанша қуырып аласыздар, азғантай майға. Қуырып болғаннан кейін осындай 2 бума пиязымызды жасыл турап үстіне салып, шым-шым тұзымызды салып араластырып қоямыз, дайындап қоямыз. Сұрақтарыңыз болса, комментарийға жаза кетіңіздер. Алда неше түрлі видеолармен бөлісетін боламын, маған подписация етіп алыңыздар. Араластырып дайындап қойып, тұздан басқа ештеңе салмайсыздар. Тынған нанымызды алып, оқтаумен жұқа қып жаятын боламыз. Домалақтап жайып болғаннан кейін осы нанымызды үстіне 100 грамм комнатный температурадағы майды жағамыз. Тура видеодағындай осындай жұқа болу керек. Барлық шетіне, барлық жағына жағасыздар майды, сармайды. Жағып, үстіне жуамызды себетін боламыз. Осылай барлық жағына тура видеодағындай сеуіп шығасыздар. Содан кейін оқтаумен орап, қиғашынан кесесіздер. Видеода бәрі түсінікті деп ойлаймын. Қиғашынан кесіп, осылай пышақпен бұлай ашасыздар да, қайтып мына жағынан бастап орап шығасыздар, бір шетінен бастап. Өте тез дайындалады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шығады. Самсаның қамыры сияқты. Осылай орап, салафанға салып, холодильникке 1 сағатқа 1,5 немесе 1,5 сағатқа салып қоясыздар. Холодильникте менде 1 сағаттан аса тұрды, 10 минут кеткенше. Оны алып 4-ке бөлесіздер. Осылай. Осы аралықта пешімізді 250 градусқа қыздырып қоясыздар. Енді менде многоразовый коврик, сіздер пергаменттеріңізді алып, осылай жауып үстіне салафанмен, осылай оқтаумен жұп-жұқа қып жаясыздар. Қорықпай жұқа қып жая беріңіздер, ол пешке салғанда көтеріліп кетеді. Барынша жұқа қып жаясыздар. Және жұмыртқа жағасыздар үстіне. Жұмыртқа міндетті емес, егер жақсаңыздар, ол әдемі көрінеді. Осылай салып, 250 градуста қызарғанша пісіріп аласыздар. Осымен қаттамамыз дайын. Қаттамамыз самсаға ұқсайды дәмі. Мен осы уақытқа шейін неше түрлі қаттама дайындап көрдім, бірақ ішіндегі осы қаттаманың енді дәмі сөз жоқ, өте дәмді. Менің видеом ұнады деген сенімдемін сіздерге. Маған жазылып алуды ұмытпаңыздар. Видеода үзіп көрсетемін, осылай қатпарлы болып тұрады.